Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға 1929 және 1931 жылдарындағы шаруа көтерілістері деп аталатын бейне сабағымызды ұсынамыз. 20 ғасыр әлемге үлкен күйзеліс әкелді. Көпшілік санасында өмірдің әдеттегі тәртібін, мінез-құлқын, ойлау, өмір салтын шекаралап қойды. 20 ғасырдың басы қазақ халқының өмірінде түбегейлі өзгерту кезеңіне тап болды. Қазақстанда ұжымдастыру саясаты 1929 жылы басталды. 1930 жылдың 1 сәуірінде шаруашылықтың 50% ұжымдастырумен қамтылды. Қазақстандағы кіші қазан жетекшілігін Филипп Исаевич Голощекин республикалық басшылығымен бұл әрекетті тікелей байланыстырды. Ұжымдастырудың салдары көшпелі халық жоспарлы түрде қоныс аударумен күрделене түсті. Экономикалық мәселелердің мүлдем бейхабарлық партия делеганттар жүздеген мың малды колхоздың нүктелерінен шоғырланып және киіз үйлерді таза аудандар мен көшелерге тігілді. Ұжымдастырумен қатар астық сатып алу науқаны күрт жүргізілді. Колхоздарда барлық астық қорын сонымен тұқым қоры тартып алынып, мал өсіретін аудандарға астық тапсыру міндеттерін жүктеп, ол қазақтар оларды орындау үшін малдарын нанға ауыстыруға мәжбүрлі болды. Ет пен жүнді жинау науқаны кең көлемде жүргізілді. Соған байланысты ірі қара малдарды басым сойуына әкеп соқты. 1930 жылдың қысында жүнді дайындау туралы бұйрық негізделіп, сол суықтан көптеген қойлар қырылып өлді. Қатыгез шараларға халық ашық қарсылық көрсетіп, кейде де өз қолдарында қару-жарақтар болған еді. Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңес Президиумының 1992 жылғы 7 желтоқсандағы тұжырымдары мен шешімдеріне сәйкес Қазақстанда 1921-1931 жылдарында 372 көтеріліс болып, оған 80 мыңнан астам адам қатысқаны дәлел. Әсіресе Созақ, Шемонаиха, Бұқтырма, Ырғыз, Қазалы, Қармақшы, Самар, Абыралы, Шыңғыстау, Қастеке, Балқаш, Шұбартау, Маңғыстаудағы көтерілістердің қайғы салдарымен танымал болды. Олар халықтың басқа республикаларынан, соның ішінде шетелге де қоныс аударумен аяқталды. Сондай-ақ 1931 жылы Қарқаралы ауданындағы Боқты көтерілісін атап кетуге болады. Бұл Боқты ауылында өтті. Сол сәтте 300-ге жуық шаруа көтерілісшілер жиналды. Бұл халықтық қарулы күресі, яғни мәжбүрлеп ұжымдастыру саясатына назарлығына болған еді. Боқты көтерілісін Әшкер мен Әбді Серікбаевтар басқарды. 1931 жылы наурызда көтеріліс Семейдегі Огупу отрядымен жаншылданды. Қылмыстық жауаптылықта тоқтатылғаннан кейін 69 адам жауапқа тартылды, олардың 19-ы өлім жазасына кесілді. Кейіннен сотталғандардың балалары мен туыстары қуындалып кеткен екен. 20 ғасырдың 1929 және 1931 жылдары ГПУ органдарын жазалау әрекеттерінің нәтижесі күрт жүргізіліп, көтерілістер мен қозғалыстарға қатысқаны үшін 5551 адам жауапқа тартылып, олардың 883-і ату жазасына кесілген екен. Қазақстанның билігі мен жағдайын жақсы біліп, сонда да Голощекин өзінің бұрынғы саясатын жалғастырып, 1930 және 1931 жылдары жұдырықтай ығыстыру аясында республикада 6 миллионнан жуық адам жер аударылды. Сонымен қатар иесіз қалған, өмір сүру қабілетінен айырылған 180 мың адам КСРО-ның басқа аймақтарынан Қазақстанға көшірілді. Ұжымдастыру мен ығыстыру қатал репрессивті шаралармен қатар жүрді. 1922 және 1933 жылдары билікке қарсылық көрсеткен және астық пен етті, егінді жасып тырысқандар үшін 33 мыңнан астам адам сотталды. Осы әрекеттердің нәтижесінде Қазақстанның барлық басым аймақтарында бұрынды сонды болмаған ашаршылық болды. Нәтижесінде 1931 және 1933 жылдар аралығында 2 миллионнан астам адам аштықтан қайтыс болады. Байырғы халықтың 48% қайтыс болып, және де Қазақ автономиялық кеңес социалистік республикасынан кету болады. Кейбір қазақтар Қытай, Моңғолия, Ирак және Ауғанстанға қоныс аударуға мәжбүр болады. Деректерге сүйенсек, мұндай мәжбүрлі миграциядан қазақтардың саны 1,30,000 адам құрған екен. Басқа халықтар да айтарлықтай шығындарға ұшырады.
Қазақ зиялыларының өкілдері де дабыл қақты. Мәселен, Тұрар Рысқұловтың 1938 жылғы 29 қыркүйектегі және 1933 жылғы 9 наурыздағы Иосиф Сталинге жазған хаттары белгілі болды. Онда ол сол кездегі жағдайды егжей-тегжейіне тоқталған. Тұрар Рысқұлов 1933 жылдың 9 наурыздағы хатында: «Сізден осы жазбаны толықтай оқып, осы мәселелерге араласып, аштыққа душар болған көптеген адамдардың өмірін сақтап қалуларыңызды сұраймын» деп жазды. Соған орай хаттың төменгі жағында республикадан тыс жерлерден қазақтардың саны туралы мәліметтер келтіріп айқындады. Сталинге және мемлекеттік органдарға хаттарды жеке шенеуніктер ғана емес, сонымен бірге қазақ элитасының өкілдері мен ұлттық көсемдері жазды. Сол кезде Казкроймның жетекшісі Голощекинге Рысқұлов, Сәдуақасы, Сейфуллин, Ходжанов, Мыңбаев қарсы шығып қуғын сүргінге ұшырады. Қазақстан тарихында танымал беделді мәдени қайраткерлердің 5 хаты ерекше орын алды. 1932 жылдың шілдесінде Мүсірепов, Гатауллин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышевтар Сталинге қазақ даласының жағдайы туралы хат жазды. Голощекиннің партиясының ұжымдастыру сызбасын бұрмалады деп айыптады. Лениндік ерлікті принципін бұзды. Ауылдың сипаттамаларын ескермей мал шаруашылығын дамытуға халықтың ынталандыру әрекеттерін жойып, орта шаруалармен бірге тарту болды деген екен. Бірақ бұл пікірді қолдайтындардың көпшілігі қуғын сүргіннен құрбандар тартылды. Голощекиннің күші күшейтіліп, сөйлеген сөздері мен баяндамаларында республикада болып жатқан саяси және экономикалық оқиғаларға әртүрлі көзқараспен қараған адамдарды әшкерлеген. Ең танымал қазақ жазушыларын және публицист ағартушылары Байтұрсынов, Бөкейханов, Жұмабаев, Дулатов, Аймауытов және тағы басқа қарсы газеттерге қудалау басталды. Олар заңсыздық пен озбырлықты алғашқы құрбандары болып кетті. Кеңес үкіметі жасында түрде ұйымдастырудың аштық салаларында миллиондаған адам қайтыс болды. Ашаршылық көшпелі қазақтардың отаршылдыққа мәжбүрі түрде көшу және барлық малды толығымен тіркелу нәтижесінде болды.